bed we made. Guess I never got the part. I'm kicking all the sheets away. Oh, I'm jumping up a sinking ship. I guess I should've read the stars. Selam dostlar. Adira daha da sendirmen birge. Ya dostlar. Жаңа жыл. Енді жаңа жылдармен құттықтаймын. Осы 2019 жыл сендерге шаттық бақыт әкелсін. Және достар, біз бүгін сұрақ жауаптың 3-ші бөлімін түсіретін боламыз. Ал сендерге қызық болса, кеттік. Достар, біз Instagram желісінде бір постқа жазып кеткенбіз. Қандай сұрақтарды қоя бердер. Біз ең қызық сұрақтарды жинап алып, соларға бүгін қазір жауап беретін боламыз. Ал сендерге қызық болса, келді. Бірінші сұрақ. Сәлем қыздар. Сәлем. Ата-аналармен сауда орталықтарында жүрген кезде бір адамды өз ата-аналарымен шатастырып, соның артына еріп кеткен кездерім болды ма? Болмаса, адасып кеткен кездерім болды ма? Әрине, біз бала болғандықтан бізде осындай әрине болды. Я әрине болды. Қазір адаспаймыз, себебі біз өзіміз қаланың ішінде жүреміз. Я, ал келесі сұрақ. Біз кезек сұрақтарды оқимыз. Я. Мені блогы бағдарламасына қалай түстіңдер? Кастинг арқылы. Егер сендер түскен келсеңдер, балапан арнасында кастингке барып, бағыңызды сынаңыздар. Я. Ата-аналармен видео түсіресіңдер ме? Көреміз, ата-аналар рұқсат беру керек бізге. Я. Келесі сұрақ. Алдыға қойған мақсаттары қандай? Біз өзіміздің каналымызда 100 мың подписчик жағымыз келеді. Бізде 60 мыңға жетіп қалды. Подписчик. Бұне осы біздің әлі 40 мың. Осының 100 мың болады. Ал енді келесі сұрақ. Сендердің кімнің бойы ұзын? Мен үлкенмін, ол мен қабырақ, Адираның бойы менен ұзынырақ. Қандай пәндер ұнайды? Бізге тілдерден ағылшын, орыс тілі, қытай тілі, математика және информатика. Осы 5. Давай. Ал міне екінші сұрақ. Кім әдемі дейді? Білмейміз. Сендер қалай ойлайсыңдар? Комментарияның астына жазыңдар. Мені екеуміз. Үшінші, алар тобының әндерін тыңдайсыңдар ма? Біз оларды қатты жақсы көреміз. Олардың дауыстары өте әдемі деп ойлаймыз. Неше жастасыңдар? Біз 11-ге толдық. 11. 5-ші туған күндерін қашан? 10-ші қараша. Өтіп кеттім. Қай әншілерді көп тыңдайсыңдар? Алар тобын, біз алар тобын басына не керек? Қазір кім топ тренде, орысша айтқанда соның бәрін тыңдаймыз. Жан достарын? Мектептегі жандасы ма, Шенерке? Бірақ бізде өте көп достар. Біз жарты мектеппен доспыз. Жарты емес, бізде старшеклассниктар орысша айтқанда 6-шы, 5-ші сыныптардың бәрін білеміз. Ал бәрімен доспыз. Енді мен. Егіз болған жақсы ма? Әрине, біз үшін ол бақыт ең бірінші. Өйткені бізге ешқашан ішіміз піспайды. Мен мақтанам өзін егізімен. Мен де. Ата-аналары немесе өздерін бір-бірінде
шатастырып көрдіңдер ме? Білмейміз, біз ата-анамызды шатастырып көрдік, бірақ біздің ойымызша ата-анамыз бізді шатастырып алмайды. Екен біз екізбіз. Ал келесі сұрақ сен. Жастарың қаншада болды? Сендер үшін қымбат жан. Отбасымыз. Қандай әншіні жақсы көресіңдер? Бағана жауап бердік осы сұраққа. Біз қандай тренде, орысша айтқанда, сондай әндерді тыңдаймыз. Сосын осы өлеңді айтқан певец әншіні тыңдаймыз. Сендер қай жерге көп барғанды жақсы көресіңдер? Астананың ішінде, біз Астананың ішінде көбісі енді 21-ші ғасыр болғандықтан сауда орталықтарына шопинг аралап жүргеніміз ұнайды. Сендерді сыныптастарың ренжітіп көрді ме? Жоқ, ешқашан. Өйткені біз дружный класспыз, орысша айтқанда. Біз бір-бірімізге кешірімдіміз. Ал сендер егізде ретінде бір-біріңді қандай адам ретінде танисыңдар? Өте жақсы сұрақ, қызықты. Рахмет, кім жазды? Әсемсте бір. Привет. Сендер егіз ретінде. Біз үшін егіз болу ол мақтаныш. Бақыт. Бүкіл адамда осындай мүмкіндік жоқ деп ойлаймыз. Өйткені егіз болып көшеде өтіп бара жатқанда сендер егізде деп бәрі саған таңғалып қарайды. Ол әрине өте күшті. Сол үшін біз егіз болғанымызға мақтанамыз. Және сендерді де жақсы көреміз. Анда-мұндан бір затқа таласып қалғандарым болды ма? Ондай нәрсе болған жоқ, өйткені ата-анамыз бізді біледі, ұрсысып қалатынымызды. Сол үшін әрқайсымызға бірдей екі зат алады. Сол үшін біз бір затқа таласпаймыз ешқашан. Маған сәлем жолдандаршы. Сәлем. Қарақат, өскенде кім болуды армандайсыңдар? Біздің ойымызша ол уже очевидно. Актриса немесе блогер екен. Біз итакты блогерміз. Келесі сұрақ. Өмірлеріндегі ең керемет сәт ол біздің ініміз Мирас туылған сәт. Өйткені біз інімізді өте қатты жақсы көреміз. Мирас, I love you. Келесі сұрақ. Осы тоқсанға нешеге шықтыңдар? 5-ке. Өйткені біз осы қуанып жатырмыз, себебі біз бірінші 90-да 2-4-іміз шықты, бірақ осы 2-4-імізді біз дедік 5-ке түзеп алдық. Осы 90-да біз 5-ке шықтық. Алдаста жалғастырамыз, кішкене біліп алдық. Қай елге, шет елге барғыларың келеді? Бүкіл әлемді аралағымыз келеді. Және келесі, мен сендерді жақсы көремін, біз де сені жақсы көреміз. Мұғалімдер сендерді ажырата алмай кездерің болды ма? Әрине болды. Адина Старсты, біздің сыныпта президент айтқанда солай. Апай келеді, мен алдында тұрмын, апай айтады. Адина балалар не істеп жатыр, бір нәрсе сұрайды. Мен айтам, апай, мен Мадина болды. Адина қайда? Осылай. Бізде ешқандай мұғалім айыра алмайды. Ол өте үлкен минус. Біздің ойымызша өйткені ол біздің кішкене жұмысқа тиеді. Келесі сұрақ. Өскенде қандай қалаларға барғыларың келеді? Қай қалаларға бардыңдар? Бүкіл бірінші біз Қазақстанды аралаймыз, бүкіл елдер. Ақтау, не барсың?
атырау бүкіл қаланың келесі сұрақ. Адина Мадира сәлем. Мирас інілері сендерді не деп атайды? Адина, Мадина. Осылай. Адина. Неше жастан бастап видеоға ғашық болдыңдар? 1. Туғаннан бастап деуге де болады. Біз камераны өте қатты жақсы көреміз. Және камера бізді де жақсы көреді деп ойлаймыз. Камера жақсы көресің ғой, иә? Үшінші, хоббилерің қандай? Біздің хоббиміз ол сендерге арнап видео түсіру, сурет салу, билеу, өлең айту. Және төртінші, ең алғаш видеода қобалжыдыңдар ма? Әрине. Және ең соңғы сұрақ, сендердің ойларыңша қызда болатын 3 қасиет. Біздің ойымызша ең бірінші сұлулық, сыпайылық және мейірімділік. Ал біздің видеомыз аяқталды. Сендерге ұнаса лайк басыңдар, колокольчикті басып тіркеліңдер. Және сендерге осы видео ұнайды деп үміттенеміз. Және келе жатқан жаңа жылдармен сендермен бірге болған Адина, Мадина, Твинс. Бай-бай. Ал достар, айтпақшы, егер осы видеоның жалғасы қаласаңдар, осы видеода 2000 лайк жиналсын. Ал жаңа жылдармен!